Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге варикоз туралы және де отасыз үй жағдайында қалай емдеуге болады, сол жайында айтатын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және де өздеріңізге керек ақпаратты сақтап алыңыздар. Варикоз дегеніміз бұл көктамыр ауруы. Яғни көктамырдағы қақпақшаның жұмыс істеу дәрменсіздігі және қан айналымының бұзылуынан аяқтағы көктамырлардың кеңеюін айтады. Тіндерден жүрекке қарай қан жүретін қантамыр қабырғалары кеңейіп және өз жұмысын дұрыс орындай алмайды. Көп жағдайда варикозды кеңею аяқтағы сыртқы жұқа көктамырға зиян келтіреді. Қалыпты жағдайда қан көктамыр арқылы жоғары қарай жүреді, яғни жүрек пен өкпеге қарай жылжиды. Ал адам ағзасындағы қанның төмен емес жоғары қарай қозғалу процесі үшін осы тәртіпті реттеп тұратын көктамырда қақпақшалар болады. Олар қан жылжуына қарай ашылып, оның кері кетпеуі үшін қайта жабылып отырады. Қақпақшалар дұрыс жабылмаса, қанның барлығы көктамыр арқылы төмен қарай ағады да, қан жолына бұл қан симай кетеді. Сондықтан қан тамырлар кеңейіп, тері астына дөңкейіп шыға бастайды. Міне осы варикозды ауруға алып келеді. Бұл сыртқы көзге сұрықсыз көрінгенмен қоса адам өмірі үшін де өте қауіпті. Варикоз ауруы ерлер мен әйелдерде де жиі кездеседі. Көбіне ұзақ уақыт бойы отырып жұмыс істейтін және де екі аяғына тыным таппай үнемі жүгірісте жүретін адамдарда, сонымен қатар гипертоник, қант диабетіне шалдыққан, жалпақ табан ауруы бар, омыртқасына зақым келген, гормональды препараттарды көп қабылдайтын адамдарда және де жүкті әйелдерде де пайда болады. Ал егер сізде осындай көктамыр ауруы, яғни варикоз бар болса, бірден хирургқа асықпай, үй жағдайында мына әдістермен емдеп көріңіз. Бірінші тәсіл, кез келген дәріханада табылатын алма сірке суынан 1-2 тамшы 1 стакан жылы суға араластырып, таңертең аш қарынға ішесіз. Бұл сіздің ағзаңызды А, Б және С дәрумендермен қамтиды. Қан тамырлардың саулығын арттырып, әрі теріңізді тегістейді. Екінші тәсіл, бұл үйіңізде кездесетін каланхоэ гүлі арқылы. Ол үшін гүл мен спиртті бірдей көлемде алып араластырыңыз. Дайын болған тұнбаны варикоз бар тамырға сүртіңіз. Емді 1 ай бойы жүргізесіз. Үшінші тәсіл, көк қызанақ. Көк қызанақтың да кереметі мол. Ол үшін қызанақты езіп, көк тамырға жағасыз. Сыртынан қағаз қойып, жұқа матамен орап жатасыз. Шамамен 30-40 минуттан соң компрессті аласыз. Осылайша үзбей 2 апта жүргізсеңіз, емнің нәтижесін байқайсыз. Төртінші, бұл қалақайдан жасалған тұнба. 2 ас қасық қалақайды 250 грамм қайнаған суға салып тұндырыңыз. Тұнба салқындаған соң сүзіп алып, жарты стаканнан ішесіз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. Бесінші, бұл картоптан компресс. Орташа мөлшердегі картопты үккіштен өткізіп, оны варикоз шыққан жерге жағып, сыртын дәкемен таңып, осылайша жатып қаласыз. Таңертең компрессті алып, аяғыңызды жылы сумен шаясыз. Алтыншы, сарымсақ пен балдан жасалған тұнба. Ол үшін 250 грамм сарымсақтың қабығынан аршып, үгітіп, 350 грамм таза балмен араластырып, 2 аптадай тұндырып қоясыз. Белгіленген күннен соң тұнбаны алып, 1 ас қасықтан күніне 3 рет ішке қарай қабылдайсыз. Емді 2 апта үзбей жүргізсеңіз, ішкі ағзаларыңызды тазартасыз, әрі варикоздан да құтыласыз. Ал достар, бүгінгі ақпаратым сіздерге ұнаса, лайк басып, комментария қалдыру арқылы қолдап кетсеңіздер, және де достар, осы айда менің каналыма 10 000 оқырман жиналуға қолдау көрсетіп жіберсеңіздер. Сіздермен бірге болған 100 жаса каналы, менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет, ауырмаңыздар, 100 жасаңыздар.